өткен ғасырдың 20-шы жылдарында жайық бойында зерттеу жүргізген Александр Викторович Затеевич алғаш рет Құрманғазы күйін тыңдағанда сол әсерін былай деп жазды. Ең алдымен мен бұл аспаптың жұпыны түріне қарап ойға кеттім. Bir vaqta kүй ағылды. Құрманғазының күйлері. Домбыра әндетті. Домбыра бір вақта үрмелі аспаптар секілді дөрлеп ала жөнелді. Енді бірде сол шалқан, сол шапшаңдығымен адамның бойына сыймайтын құдіретті күшті сездірді. Бұл не деген керемет деп таң қалдым дейді. Құрманғазының жарты ғұмыры айдауда өтті. 6 рет абақтының дәмін татқан адамның екінші үйі түрме десе де болғандай. Бірақ не үшін қуғын сүргін көрді? Қандай кәсіппен күнелтті? Өмірде кім болған? Батыр ма? Жоқ әлде барымташы ма? Бір күні түрмеде жатқан Құрманғазыға шешесі алға келеді. Ол адуынды бір беткей кіседі. Баласының түрмеде боргеміктеніп езілгенін көрген ана, апалап, жыламсырап ұмтылған баласының жағынан тартып жіберіп. Мен ұл тудым ба деп жүрсем, ез туған екенмін ғой. Мына қас дұшпандарыңның алдында көрсетпе оныңды деп, қапаста жатқан Құрманғазыға жігер берген екен. Бойым бірден жиып алған баласы, өзінің әке болғанын сол жерде естіді. Әйелі домбырашы, күйші Адай қызы Айжан Қази атты ұлды дүниеге әкелген екен. Домбырасын қолға алған Құрманғазы қайран шешем күйін төгіп жіберді. Жаратылысында батыр келбетті, жанары өткір, қой көзді, жауырыны қақпақтай, төртбақ денелі Құрманғазыны ұзын шашы мен қою мұрты айбындетіп тұратын. Желкесінен қыр арқасына қуа түскен құлынның жалы секілді ерекше белгісі болатын. Осыны көрген жұрт оны жалды Құрманғазы деп атайтын. Әкесі Сағырбай өмір бойы жалшылықта жүрген момын шаруа болыпты. Шешесі Алқа адуынды, бір беткей, ер мінезді кісі көрінеді. Той домалақта күресетін палуан әйел атаныпты. Нағашылары палуан, ақын, әнші, күйші, шетінен сері болған. Құрманғазы айтқан дейтін ән, жыр, толғаулар күні бүгінге дейін жетті. Күйші құсбегілік, аңшылық кәсіпке де құмар болыпты. Оның дәлелі ретінде бабамыздың мылтығы сақталған. Демек, қазақ селілерінің бойында қандай қасиеттер болса, сондай қасиет Құрманғазының да бойынан табылған. Орыс бодандығына түсіп шу асаудай тулаған жылқы мінез қазақ бұғалыққа мойын сұнғысы келмеді. Исатай мен Махамбет әскер жиып, ақ патшаға қарсы соғысты. Сол кезде Құрманғазы небәрі 13-тегі бала екен. 1840 жылы бөкейліктер өздері жасаған көтеріліске арналған күй кішкентайды естіп шер тарқатты. Тарих сахнасына 17 жасар күй тұлпар Құрманғазы шықты.
сондағы құлпытаста Құрманғазы 1823 жылы дүниеге келді деп жазылған. Кезінде зерттеушілер Құрманғазының туған жылы туралы көп айтысты. Екіншіден, Құрманғазы Жиделі дейтін жерде дүниеге келіпті. Бірақ осы өңірде 4 жиделі бар екен. Сонда Құрманғазы қай жиделде туған? Құрманғазы 1823 жылы Атырау облысында бұрынғы Ганюшкин, қазіргі Құрманғазы ауданының Жидел жерінде дүниеге келген. мың 857 жыл Орал казак әскерінің бір топ жылқысы жоғалып, ізі Қызылқұрт ауылына түсті деген желеумен келген қарулы отряд ауылдың бар жылқысын айдап кетеді. Құрманғазы жауап ретінде ауыл адамдарын ұйымдастырып, казак орыс әскерінің қызметіндегі адамдардың жылқысын барымталайды. Нәтижесінде ол орда абақтысына қамалып, шекара комиссиясында уақытша кеңесте Орынбор әскери губернаторлығында қылмыстық іс қаралады. 1857 жылы қарашаның 3-не қараған түні күйші орда абақтысынан қашып шығады. Ен даланы еркін жайлаған көшпендінің ұрпағы қараңғы қапаста тығылып отыра алмайтын еді. Бөкейліктерді билейтін уақытша кеңес деп аталатын басқару мекемесі бірінші Приморье басқарушысына былай деп хабарлайды. Қашқын қайын жұртта қару жарақ асынып тығылып жүр. Туысқандары оның жасырынуына жағдай жасап жатыр. Оны тұтқындау үшін бір шара қолданыңыз. Егер осы істе сәтсіздікке ұшырайтын болсаңыз, сіздің жеке басыңыз жауапты. Қорыққаннан қашқан жоқпын түрмеден, бір сырым бар, адай қызы білмеген. Ел билеген хан мен биде кегім бар, сол намыс қой, мен ілгері сүйреген. Құрманғазының өзі де күйлерде ешкімге ұқсамайтын тұлға. Алысумен, арпалыспен өткен арыстан жүректің зары күй болып төгілді. Күй домбырада дүниеге келіп, оркестр арқылы әлемге тарады. Ал Құрманғазы күйлері симфонияның сығымдалған ядрасы. Құрманғазының өзі бұлай қарасаң айтатын болсақ, ол кісінің өзінің күй шығару өнері, мәнері әрине басқа күйшілер, композиторлерден бөлек. Оны тегін нетіп отырған жоқпыз. Ол кісінің негізгі аты Құрманғазының атыменен сол осы оркестрге аты берілуде тегін емес. Сол барлық композиторлардың ішіндегі күй шығарған күйшілер деген біз онлықта композитор деп айтпаған ешкім. Күйші, пәленше, күйші, түгіленше күйші деп осылай келген бізге. Соның ішіндегі ерекше халықтың құлағына сіңген, ерекше халықтың жүрегінен орын алған осы Құрманғазының күйлері көбінде. Бірінші оркестрге түсірген Ахмет Жұбанов қуанып. Құрманғазының күйлерін нотаға түсіру мәселесіне келіп тоқтасақ, енді әрине ең алдыменен сол кісінің күйлерінің бірінші біраз күйлері сол кісіден басталды. Мысалы Құрманғазының күйі Дәулеткерей, жаңағы Тәттімбет, Ықылас, осылардың әр күйлерінің әр қайсында түпкі тамырында симфонизм жатыр. Құрманғазының күйлеріндегі
үлкен философиялық дәрежеде күймен Ақпайды атаған болар еді. Мысалы, көбік шашқанды атаған болар еді. Алатауды айтқан болар еді. Құрманғазы дегеніміздің ерекшелігі сонша, ол философиялық дәрежеде де, ол өмірдің бытовой жағынан да көптеген күйлер шығар. Округ билеушісі Едіге Сүйінішқалиев 1858 жылы шілденің 14-інде уақытша кеңеске былай деп жауап жазады. Сағырбаевтың қайын жұрты Барықбаевтар әулеті оған көмек бермеген. Олардың бұл іске мүлде қатысы жоқ. Билер маған тұтқынның елде жоқ екенін айтты. Хат соңында Сүйіншалиев қашқынды жасырып жүрсіңдер деген сөзге дәлел келтіруді сұрайды. Мына жер күйшінің қайын жұрты мекендеген жер. 1859 жылдың көктемінде осы мәселеге оқымысты Салық Бабажанов араласып, уақытша кеңеске былай деп жазады. Төлекбай Өтеғалиев көрсеткендей, Құрманғазының қайын жұртында болуы және басқа да көрсетулері дәлелденбеді. Сонымен 2 жыл үздіксіз іздеу, қағаз жазу еш нәтиже бермеді. Құрманғазы жастарды күй өнеріне баулайды. Келешекте күйші болам деп талаптанған 40 шәкірттің ең үздігі Дина болды. Құрманғазы шәкірті Динаға: «Қызым, ұғып ал, күйде от сияқты жүрекке жылу береді. Күйде оқ сияқты кезене білсең, жауыңды жайратады. Адамның бойына нәр беріп, оның күш жігерін тасытқан асқақ күйсіз домбырашының өмір сүруі мүмкін емес». Динаның күйеуі аттан құлап қайтыс болып, әмеңгерлікпен қосылған екінші күйеуімен дәм тұзы жараспайды. Күйші жағдайы қиындап кеткен Динаны бала шағасымен теңіз жағасына көшіріп әкеледі. Кеңес кезінде Динаның фамилиясын сұрағанда, ол қайын атасының атын атауға ұялып, күйеуінің есімімен Нұрпейісова болып жазылады. Егер Құрманғазы атамыз кездеспесе, онда Дина шешеміз ауыл аймаққа ғана белгілі қатардағы домбырашы болып қалуы мүмкін ғой. Шынын айту керек, Құрманғазы Дина шешейді өзімен бірге өнердің шыңына алып шықты емес пе? Құрманғазы 1864 жылы тағы да ұсталып, 1 наурыз күні Орда абақтысына қамалған. Онда 1857 жылы хан ордасындағы казематтан қашқаны үшін айыпталады. Тергеу ұзаққа созылып, күйші ордада 2 жыл 7 ай жатты. Содан кейін қылмыстық іс Орал әскери кеңесіне түсіп, оны Орал қаласына жөнелтеді. Қамыс Самар правителі Мақаш Бекмұхамбетов Фокеевка деген селода өзінің тамыры, жолдасы, сол елдің жағдайына, тұрмысына, қазақтарға ерекше мейіріммен қарайтын Барадин деген атаманның үйінде керемет кездесу ұйымдастырады. Бұл қандай кездесу? Кімдер бұлар? Барадин мырза мені теңдессіз күйшілігімен бүкіл Бөкей ордасына атағы жайылған тамаша домбырашы, қазақтың тұңғыш әртісі Құрманғазы Сағырбаевпен таныстырып, жан дүниемді рахатқа бөледі. О, ғажап, мұндай кереметті күтпеген мен, алғашында есімнен тана жаздасам да, бірте-бірте күйшінің домбыра тартысына еріксіз елтіп ұйып қалдым.
ғажап әуеннің мақамы қазақша болғанмен жан дүниеңді баурап алатын сиқырлы құдіретіне қарап, оны әлемдік білікті музыкалардың қатарына ойланбай қоюға болады. Күйшінің музыкалық идеялары қатаң бір жүйеге бағындырылған. Егер ол еуропалық білім алғанда, музыка әлемдегі ең алып жұлдызға айналар еді деп жазған екен Никита Савичев. Деректерде Никита Савичев Құрманғазыға Орал қаласына келіп, концерт өткіз деген ұсыныс айтады. Құрманғазы оған, мені Оралға барған күні ұстап әкетеді ғой деп жауап беріпті. Савичев алған бетінен қайтпай, концертті өзім ұйымдастырам, қалтаңа ақша түседі, сені ешкім ұстамайды, оған өзім кепілдік берем депті. Күйші келісіпті. Савичев ұсынған концерттің болғаны, қалай өткені жайлы әзірге дерек жоқ. Бірақ Құрманғазының «Машина», «Не кричи, не шуми», «Итог», «Перовский маршы», орыс тамыры Лагошкинге арналған Лаушкен күйлері бар. Күйдің табиғаты қазақтікі, аты орысша. Бұл қалай болғаны? Дина шешейден сұраған, Меңдіғали Сүлейменов, сіз, болмаса мына менен үйреніп келген Қали, мына Оқап, қайсыңыздың орындағаныңыз Құрманғазыға жақындайды, көзіңізбен көрдіңіз ғой деп. Сонда Дина шешей айтыпты, мына Меңдіғали Сүлейменовтің орындағаны тура Құрекеңе ұқсайды. Қайсытай иленіп қалатын қолында домбыра Құрекеңнің деп. Меңдіғали Сүлейменов бірақ жасының ұлғаюына байланысты елге қайтып кеткен. 37 жылы Дина шешейді алып келгенде Меңдіғали Сүлейменовтің баласы Қисмет Меңдіғалиев Дина шешеймен бірге келген осында. Бірақ ол да кейін елге қайтты, біз оны жазып алдық. Дина шешейдің алдына барып күйренген адамдардың бірі сол Қисмет Меңдіғалиев. Құрманғазының күйлері консерваторияның бағдарламасында толықтай орындалады. Құрманғазы атындағы республикалық сайыс бар. Одан жас орындаушылардың бәрі шығып жатыр. Құрманғазының өнерін, жалпы қазақтың күй өнерін жалғастыруда біздің Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының, оның ішінде домбыра кафедрасының маңызы зор. Біз бұл бағыттан таймаймыз. Өнерді болашаққа жеткізетін жастарға Құрманғазының күйлерін домбыраның шанағына, жастардың жүрегіне құйып жатырмыз. 1870 жыл үстірт пен жемде 10 мың адам көтеріліске шығады. Адайлар алғашында орыс отрядтарының бірін қамап талқандаса, екіншісінде жеңіліске ұшырайды. Осы көтеріліске атсалысқан Құрманғазы адай күйін шығарады. Мың 1882 жылы Құрманғазы 30 қаңтар күні Краснояр қаласы 2-ші учаскелік бітім сотының шешімімен тағы да 3 ай Астрахан түрмесіне қамалады. Бұл кезде Құрманғазы 60 жаста. 7 жыл бойы ағайын туғаннан алыстап, елсіз далада еңіреген күй кешеді. Мың 1886 жыл Құрманғазы Теңіз округінің басқарушысы, патша офицері Мақыш Бекмұхамедовтың алдына өзі келіп, жаласымен дұшпанның тағы да түстім торыңа, құладым қазған орыңа, өзіңнің келдім қолыңа деп жырлайды. Мақыш сот ісіне араласып, толық ақталған Құрманғазы қолына ақ паспорт алады. Мақыштың арқасында күйшінің қалған 10 шақты жыл ғұмыры тыныш өтеді. Ел аузында Құрманғазының үркітке жер аударылғандығы туралы аңыз бар. Әдетте Сібірге аса қауіпті қылмыскерлер деп танылған адамдар айдалатын. Сонда Құрманғазы шынымен қиыр шығысқа жер аударылған ба?
1850 жылы Орынбор түрмесінің басшылары Құрманғазыны осы губерниядағы Арба соққан тауына ағаш кесу жұмысына жібереді. Ол тау қазір Челябі облысына қарайды. Күйші туралы аңыздардағы үркіт, елсіз орман деген суреттемелер осы таудағы өмірінен алынса керек. Арба соққан күйі оның осы айдаудағы басынан кешкен өмірі. Құрманғазы үркітте болған емес. Ол Орынбор губерниясынан шетке шықпаған. Күйші 1,5 жылдан соң еліне қайтады. Яғни айдауда ұзақ болмаған. Құрманғазыны шарыққа салып шыңдаған оның бастан кешкен тағдыры. Ол сол өңірдегі намысқой, жүректі, қайтпас қайсар мінезді, батыр болмысты, ерекше жаратылған жігіттердің бірі болды. Құрманғазы кез келген ортада, балықшы малшылардың арасында, қазақ пен орыс бай төрелерінің ортасында, губернатордың алдында, түрмедегі ұры қарақшылардың ішінде жүрді. Әділетсіз билікке бас имеген күйші өз елінде жан сауғалап, жасырынып күн кешті. Себебі ол өзі өмір сүрген қоғамға үйлесе алмады. Арпалысты, алысты, аласырды. Евгений Григорьевич Брусиловский ешбір қазақтың музыка мамандары айтпаған мынадай теңеуді айтты. Айталық Құрманғазының серперін не сарыарқасын алыңыз. Бұл дүниені дүбірлеткен керемет симфониялық оркестрлердің бүкіл шанағына сыймайтын керемет шалқу. Бұл адамның бойына сыймайтын құдірет деп таң-тамаша қалды тағы да. Міне Құрманғазының болмысы, жаратылысы, музыканттық бітімі дүниені таңғалдыруға келген тағы да айтам құдіреті осы.